Дорама туралы сұрақтар. Кеше мен Принц Лимонның софтбокстағы тиктогын көріп қалдым да, сол жерде Аконя екеуі бір-біріне андай сұрақ қойып жатыр да, дорама бойынша сүйікті дорамаң деген сияқты. Сондай видеоны мен де жасап көрейін деп отырмын. Менің әрине Принц Лимон сияқты Аконям жоқ. Сондықтан да сұрақтарды жазып алдым да өзім жауап беремін. Олай болса кеттік. Әрдайым көре беретін дорама, жалықпай көре беретін дорама десек болатын шығар, иә. Меніңше маған ол F4 бәрібір де, өйткені дорамаға мен алып білген F4 ғой. Сондықтан да енді қазір көрсең бәрібір кринж кейбір жерлері, дегенмен де бәрібір көре бергім келеді. Ең сүйікті дорама, мен оны әрдайым айтамын, ең сүйікті дорамам ол «Убей меня, исцели меня». Жылатқан дорама ол «Прости, я люблю тебя». Өте ескі дорамалардың бірі, қателеспесем 2004-те шыққан беді. Соджи Соктың дорамасы. Мінекей осы дорама жылатты, әсіресе ең соңғы жағы. Сюжеті ең қызық дорама. Сюжеті ең қызық дорама көп қой негізі. Бір дораманы таңдайын, иә, все-таки Слава. Аса қатты танымал емес, бірақ маған дорама. Ол «Скажи, что ты видела». Әрине, бұл да детектив жанрында. Детектив жақсы көретіндер бұл дораманы көріңіздер, өте қызық. Соңына дейін көре алмаған дорама. Ондай дорамалар менде көп. Ол «Гоблин» бар, ол «Королева слез» бар. Өте қатты хит дорамалардан айтатын болсақ. Дегенмен де көптеген дорамалар бар менде. Ортасына дейін көремін де, ары қарай қызықсыз болып кететін. Составы ең күшті дорама. Яғни актерлер танымал, күшті. Меніңше ол Пентхаус, өйткені өте мықты актерлер дәл сол жерде. Ол Ким Со Йон болсын, ол Ом Кип Джун болсын, ол Ю Джин болсын, Ли Джи А, одан кейін жас актерлер де бар, иә. Ронан ойнаған, одан кейін ана егіздерді ойнаған, Ын Бөлді ойнаған, ол бұның алғашқы рөлі. Сондықтан да ол жерде актерлік состав енді мықты әрине. Және ең соңғысы дорамадағы ең үздік жұп мен үшін ол «Деловое предложениедегі» екі жұп. Осы екі жұп та өте қатты ұнайды. Ал сіздердегі осы мен жауап берген сұрақтардағы сүйікті дорамаларыңыз қандай, оны комментарийге қалдыра кетіңіздер.